Ал қадірмен ағайын, сіздермен Нас сүресінің талдауына тоқталамыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қул а'узу би-раббин-нас. Яғни біз алдыңғы сабақтарда айттық, Ықылас сүресінде де, Фалақ сүресінде қул деген кезде қул, ләм жіңішке оқылу керек, қул болып кетпесін. Қул а'узу, мына жерде мәт бар, а'узу, мына жерде зәл әрпі сақаушы оқылады. А'узу би-раббин-нас. Егер Син сүресін осы аятқа біз тоқтайтын болсақ, Син сүресін сукунды қылып тоқтаймыз, және де мәт арт болады. Екіге, төртке, алтыға созуымызға болады. Біз мына жерде қазір төртке созып отырық. Егер тоқтамаған жағдайда келесі аятпен жалғастырып кетсеңіз, онда Син сүресі сукунды болмайды. Қул а'узу би-раббин-наси, маликин-наси, илахин-нас. Онда тоқтаған аятыңыз үшінші аят болғандықтан, сол үшінші аятты мәтті арт қыласыз. Қалғандары тек табиғи мәтпен жалғасып кете береді жаңағындай. Яғни бір сөзбен айтқан кезде қай жерге тоқтайсыз, сукунды қылып, сол жерде мәт арт пайда болады. Маликин-нас. Енді мына жердегі әл артикліне қатысты ережені сіздер білесіздер деп ойлаймын, өйткені бұған дейін бірнеше мәрте қайталанып өтті. Илахин-нас. Мына жерде табиғи мәт бар, Мин шаррил васвасил ханнас. Мына жерде мінекей мин шарри деген кезде бұл жерде ихфа бар, сукунды нуннан кейін ихфа әрпі кеп тұрғандықтан мимді анық айтпаймыз, жасырамыз. Мин шаррил, және де ра әрпі жіңішке оқылады. Бұл жерде алдындағы әріп кәсірәл, фатхалы ра әрпі кәсірәл кеп тұрғандықтан мин шаррил васвасил ханнас. Және де мына жерде вау қамари әрпі болғандықтан ләмнің сукуны оқылады. Сізге міне көрсетіп қойған. Асыл хамзасы оқылмайды. Мына жерде табиғи мәт бар. Васвасил ханнас. Бұл жерде де ха әрпі, қамари әрпі болғандықтан ләм оқылады. Асыл хамзасы оқылмайды. Және мына жерде табиғи мәт арт жасайсыз. Нас деп сукун тоқтағандықтан, және сукун болып тоқталады. Және де мына жерде тағы ескере кететін жайт, әр әріптің хақысын беруге тырысыңыз. Ханнас. Ха жуан, жуан болғандықтан ха деп жуан айтып, одан кейін нунды жіңішке айтасыз. Әлләзи, мына жерде табиғи мәт бар, және де уасыл хамза сөздің басында болып оқылады деп айтқанбыз. Әлләзи ювасвису фи судурин-нас. Мына жерде фи мәт табиғи бар, фә әрпінен кейін әрпі кеп тұр. Оның алдындағы әріп кәсірәл болғандықтан кәсірәні екіге созған. Фи судурин-нас. Мына жерде де мәтті арт қып тоқтаймыз. Және мына жерде шәмси әрпі болғандықтан ләм оқылмайды, уасыл хамзасы оқылмайды. Енді мына жерде дай бір ескере кететін жайт, мысалға сад әрпі жуан әрпі, су деген кезде сіз жуан оқисыз, одан кейін дәл әрпі жіңішке. Одан кейін ра әрпі де жіңішке оқылу керек. Сол себепті осы хаққыларын бересіз. Яғни судурин деген кезде садтың жуандығымен дәл әрпі де тура солай жуан оқылып кетпесін. Бұны өзінше жіңішке оқисыз. Яғни сіз қалай оқисыз? Суду, судан дәлға түсіз. Судурин-нас минал джиннати ван-нас. Бұл жерде де мәтті артқып тоқтайсыз. Енді бұл Нас сүресінің де талдауы түсінікті деп ойлаймын. Алла тағала иншалла ілімдеріңізге жеңілдік берсін, ілімдеріңізді арттырсын. Үйде жақсылап иншалла қайталап отырыңыздар.